20 есептің біріншісі x-тен f тең 1 бөлік косинус квадрат пи бөлік үш қосу 2x функциясының алғашқы функциясын табуымыз керек. Мына жердегі 2 ғой, x-тің алдында 2 болса, 2-ден 1-ді алдына шығарып жібердім. 1 бөлінген косинус квадраттың алғашқы функциясы тангенс x мінекей, тангенс пи бөлік үш қосу 2x қосу с деп жаздық. Екінші x-тен f тең 1 бөлінген синус квадрат x мінекей, 3x минус пи бөлінген 6 осы функцияның алғашқы функциясын табуымыз керек. Формулаға қараймыз. Біз 1 бөлінген синус квадрат x-тің алғашқы функциясы мінекей, ол минус котангенс x қосу с, осыған келтіреміз. Сонда мұндағы минус 3-тен 1 котангенс 3x, 3-тің 3-ке керісам 3-тен 1 котангенстің алдында жазылып тұр. 3x минус пи бөлінген 8 қосылса аргументі өзі жазылды. Екіншісінің жауабы осылай. Үшіншісі x-тен f тең 1 минус 5 бөлу синус квадрат x бөлу 5 қосу 6-дан пи функциясының алғашқы функциясын табыңыздар дейді. 1-дің алғашқы функциясы x болады. Берілген мұнда жазылып тұр. Мынау 5 бізде синус квадрат, мынау үшінші есептің берілгені. X 1-дің алғашқы функциясы x болады, минус 5, мына 5-тің өзі көбейту. Мұнда 5-тен 1, 5-тен 1-ге кері сан 5, минус котангенс дегеніміз синус квадрат, 1 бөлу синус квадраттың алғашқы функциясы минус котангенс x. Аргумент x бөлу 5 қосу пи бөлу 6 тең x қосу 5 жерде 5-іміз 25. Мына минус пен мына минус плюс болды. Котангенс x бөлу 5 қосу пи бөлу 6 қосусы болады. Төртіншісі 1/20-ның төртіншісі x-тен f тең 1 қосу 6 бөлік косинус квадрат пи бөлінген 6 қосу x бөлу 6 минус пи бөлінген 5 екен. Осы функцияның алғашқы функциясын табыңыздар дейді. 1-дің алғашқы функциясы x болады бізде, мынау тұр. Қосу 6-ның өзі мынау тұр. Мұндағы 6, мына жерде 6-тан 1 x қой. Осы 6-тан 1-ге кері сан 6. Косинус квадраттың алғашқы функциясы 1 бөлік косинус квадраттың алғашқы функциясы тангенс x мінекей. Мынау тангенс x бөлу 6 минус пи бөлу 5 тең x қосу 6-ға 6-ны көбейттік 36 тангенс 6-дан 1 x минус 5-тен пи қосусы болады.